Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай достар? Астанада күн жылып, көктем келе бастады. Ал біз бұл жолда жүрілген көліктердің бағасын түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал біз бастадық. Достық, бірінші көлік бізде Mazda 626 қызыл түсті екен, сырты боялған. 1993 жылғы көлік. Көліктің ішіне қарайтын болсақ, велюрный салон. Объемы, қозғалтқышының көлемі 2.0, бензинмен жүреді. 591 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті, бағасы 1.290 мың теңге механикада. Қызыл түсті, үстінде лого бар екен. Штанды диск. Келесі көлікке өттік. Келесі көлік бізде Volkswagen Polo. Volkswagen Polo сұр түсті. Жалпы жай диск орнатылған. Қысқы баллондарда шипованный. Тағаланған. 2013 жылғы Polo екен. Механикада. Ішкі салон қарайтын болсақ, қатты ескірген деп айта алмаймыз. 191 мың километрге сай. 191 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 4.490 мың теңге. Ал келесі көлік бізде Kia Optima 2014 жылғы. Көлік ақ түсті, үстінде лого жоқ. Көліктің ішкі жағдайына қарайтын болсақ, ішкі жағдайы өте жақсы жағдайда. Көлік вариатор. Қозғалтқышының көлемі 2.0, автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 7.880 мың теңге. 2014 жылғы. Turbo GDI деген жазуымен. Келесі көлік бізде Toyota Corolla. Toyota Corolla қара түстісі. Yokohama баллондары орнатылған, дискі титановый. Көлік механикада 2012 жылғы, қозғалтқышының көлемі 1.3. Ішкі жағдайы 260 мың километрге сай. Алдыңғы жетекті, бағасы 4.990 мың теңге. Қара түсті екен. Ал келесі көлікке өттік. Келесі көлік бізде Kia Rio. Kia Rio ақ түсті. Жалпы жай дискілер, бетіне қалпақ кигізілген. Көлік автоматта 2014 жылғы 156 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.6. Алдыңғы жетекті, бағасы 5.390 мың теңге. Келесі Skoda Octavia. Қоңыр түсті. Салонына қарайтын болсақ, көлік қатты ескірмеген. Ішкі салоны 2013 жылғы 240 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.4 механика. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 4.190 мың теңге. BMW 1991 жылға шығарылған екен. Көлік бордовый. Көліктің қозғалтқышының көлемі 2.5 газ бензинмен жүреді. Моторы май жемейді дейді. Кішкене вложениялар бар, яғни не бойынша, газ бойынша. Вложенияларды қажет етеді екен. Көлік енді 91 жылға көлікке сай деп айтылам. Мен қожайынның айтуы бойынша көлік май жемейді. Бұл көлікке 800 мың теңге сұрап тұр екен. Яғни окончательно бағасы 800 мың. Номерді осы жерде қалдырып кетеміз, хабарласып
көрсеңіздер болады. Subaru Legacy деген көлік. Сырты ақ түсті, титанды диск. 2012 жылғы ақ салонда. 104 000 км жүрген, қозғалтқыш көлемі 2.5 алдыңғы жетек, толық жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 5 980 000 теңге. Автоматта. Келесі бізде тағы да бір Volkswagen Polo. Volkswagen Polo жаңа алдын көрсетілген 4,5 миллион болса, бұлсы сәл арзанырақ екен. 2015 жылғы Polo механикада 1.6 қозғалтқыш көлемі. 193 000 км жүрген, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді. Ішкі салоны қатты ескірген деп айтылмаймын. Бағасы 3 890 000 теңге. Келесі көлік бізде Skoda Octavia 2013 жылғы екен. 1.4 қозғалтқыш көлемі 350 000 шамамен километр жүрген екен, алдыңғы жетекті. Қозғалтқыш көлемі 1.4 механика. Іші салоны қатты ескірмеген. 6 скорості екен. 6 скорості. Бағасы 3 850 000 теңге. Достар, Polo алатын бездер, или Skoda Octavia алатын бездер. Мына 2015, мына 2013. Бағасы шамамен бір шама. Астына жаза кетсеңіздер комментарийға. Ал келесі көлік бізде Mazda Premacy. Жасыл түсті. Арты тонировка жасалмаған. Жалпы көліктің іші қатты ескірген деп айтылмаймын. Өзінің жылына сай 2001 жылғы 316 000 км жүрген екен, алдыңғы жетекті, қозғалтқыш көлемі 1.9 автомат. Бензинмен жүреді. Бағасы 2 750 000 теңге. Арқасы жүк салғыш. Шоры. Premacy. Өте сирек кездесетін көліктердің бірі. Қателеспесем. Mercedes-Benz C-класс 180. Титанды диск. Көлік 2011 жылғы 146 000 км жүрген екен, қозғалтқыш көлемі 1.8 автомат, артқы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 7 200 000. Іші матадан жасалған. Келесі бізде Lexus GS 300. Осы көлік бойынша отзывтарыңызды жазып кетсеңіздер, қателеспесем, бұл жердегі 5-ші цилиндр кішкене проблемный болып келеді. 2005 жылғы Lexus екен. 209 000 км жүрген, толық жетекті, бензинмен жүреді. Ішкі салоны жақсы жағдайда. 4 990 000 теңге сұрап тұр екен. Үстінде үлгі бар. Келесі көлік тағы да бір Mercedes-Benz C-класс. Бірақ бұл C300 екен. Қозғалтқышы алдыңғы көрсеткен 180 болса, бұл 300 екен. 176 000 км жүрген, артқы жетекті, бензинмен жүреді. Қозғалтқыш көлемі 3.0 автомат. Бағасы 5 940 000 теңге. Үстіндегі үлгі бар. Антеннасы орнатылған. Шортысты. Келесі көлік бізде Hyundai Sonata ескі модельдегісі. Көлік 2006 жылғы екен. 247 000 км жүрген, қозғалтқыш көлемі 2.0 автомат, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 3 260 000 теңге. Іші болғардан жасалған екен салоны. Жалпы жағдайы жаман емес. Бірақ бағасы да жаман емес екен, 3 260 000. Бұл көліктердің түріне қарасам, кішкене ескі көліктерге ұқсайды да, бірақ жылына қарасаң 2006 жылғы екен.
келесі көлік бізде Toyota Camry. Toyota Camry 55. 55 даже. 50 рестайлинг. Қара түсті. 2016 жылы екен. 58 мың ғана километр жүрген. Қозғалтқыштың көлемі 2-0. Алдыңғы жетекті. Автомат. Бензинмен жүреді. Бағасы 10.790.000 теңге. Яғни көліктің ішкі жағдайы жақсы деңгейде. Қатты ескірмеген. Қара түсті екен. Келесі көлік бізде Kia Cadenza бизнес-класс көліктердің бірі. Қозғалтқыштың көлемі 3/5, қателеспесем. 2014 жылғы екен, 150 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті автомат, бензинмен жүреді, бағасы 8.990.000 теңге. Іші былғардан жасалған, былғарысының жағдайы қатты ескірген деп айта алмаймын. Салонында сондай жақсы жағдайда 2014 жылы көлікке. Үстінде мынандай подсветкалар бар, бұл көліктің ішінде жүрген кезде S-класстағы сияқты іші жанып тұрады. Жалпы өзіңізді жақсы сезінесіз. Келесі көлік Toyota Camry 70. Toyota Camry 70. Барлық адам жақсы көреді. Дерлік барлық дейікші. Toyota Camry 70. 2019 жылғы екен, автомат, қозғалтқыштың көлемі 2/5, 41 мың ғана километр жүрген, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 13.990.000 теңге. Іші кожаный салон, яғни былғардан жасалған. Жалпы, егер комплектациясы жақсы болатын болса, бұл көлік осы деңгейде тұрады. Қара түсті. Hyundai i30. Көлік қызыл түсті. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Көлік жаңа болып тұр. Іші 2014 жылы екен. Қозғалтқыштың көлемі 1/6 автомат. 58.600 ғана километр жүрген екен. 2014 жылдан бастап. Бензин, алдыңғы жетекті, бағасы 5.990.000 теңге. Жалпы жақсы жағдайда деп айтылған бұл көлікті. Бірақ кішкене бағасы көтеріңкі. Mazda 6. Сырты ақ түсті. Титанды диск. Двосын деген дискілер орнатылған екен. Үстінде люк. Іші кожадан жасалған. Кожасының жағдайы қатты ескірген деп айтамаймын. Жүргізуші жағы кішкене ескірген екен. Бірақ жолаушы жағы жақсы жағдайда. Қозғалтқыштың көлемі 2/5. Автомат. 112 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 8.780.000 теңге. Vossen диск. Ravon R3. Механикада 2017 жылғы екен. Титанды диск, зимний баллон. Қозғалтқыштың көлемі 1/5, 139 мың километр жүрген. Бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті, бағасы 3.590.000 теңге. Ішкі жағдайы қатты ескірмеген. Механиканың жақсы комплектациясы ол бұл. Бірақ соның өзінде кішкене қымбаттау. Келесі көлік Skoda Rapid. Сырты ақ түсті. Артында антенна орнатылған. Көліктің іші матадан жасалған, қара түсті, қатты ескірмеген. 115 мың километр жүргенге сай. Қозғалтқыштың көлемі 1/6. Механика, бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті. Көлікке 4 миллион теңгеге бағалапты. $3.990.000 теңге. Міне англичандардың машинасы. Мини Clubman
2012 жылғы қозғалтқыштың көлемі 1.6 автомат, 53 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, іші матадан жасалған. Жалпы көліктің бағасы 6.990.000 теңге. Анау рульді көтеріп түсірген кезде спидометр сонымен бірге көтеріліп түседі, егер білмегендер болса. Достар, осымен шығарылымымыз тәмаммен жетті. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Баршаңызға